Армысыздар менің YouTube тыңдармандарым. Бүгін сіздерге менің қарындасым деп аталатын жаңа әңгімені баяндап беремін. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Биыл қысқы демалыста ауылға келгенімде қарындасымның соншалықты тез өсіп өзгеріп кеткені қатты таңырқатты. Кеше ғана жолда келе жатқанымда оны көз алдыма тіптен басқаша елестетіп едім. Орта бойлы толықша келген қара торы жүзді, әр кездегі ерке қалпында менімен таласа кетуге дайын тұратын өжет қыз. Шолақтау келген сүйкімді мұрны үнемі күлкі нышанын аңғартып сөйлеген кезде жыбырлап тұратын. Қақ жара өрген қалың қара шашының маңдай алды бұрымына қосылмай бұйралана шоқтанып біткен. Ол кейде желбіреп көзіне түсетін. Осы бір көзіне түсе беретін тентек шашы кейде менің зығырданымды қайнатушы еді. Өз-өзімнен қарындасыма тиіскім келіп кететінде аяқ асты ашу шақырып айқайлап ұрыса бастайтынмын. Шынымды айтсам, үйдегі уақытымның көбі қарындасыма шүйліге жүріп, үлкендік ақыл айтумен өтетінді. Оның бойынан әрқашан қызға лайықсыз міндер тауып, кінәлап ұрсушы едім. Ал ұрысқан кезімде ол көзі жапақтап, бәрін мойындап үнсіз отыратында, менің жүзімде сол жылылық пайда болған сәтте-ақ өзіме қосыла езу тартатын. Сол-ақ екен мені қуақы қылығымен алдаусыратып ептеп қана есікке жылысатын. Егер менен бұрын есікке жетіп үлгерсе, айтқан ақылымның түгелдей зая кеткені. Әлгінде жаудырап отырған қарындасым тордан құтылған дала құсындай ойнақшып шыға келеді. Маған қарап тілін шығарып, «Мақтаншақ, үлкен болғаныңа мақтанасың ғой бар», деп мазақтап сыртқа қаша жөнелетін. Ол уақытта мен жарылып кете жаздап, ызаға булығамын. Артынан қуа шығып, «Келерсің бәлем үйге» деп жұдырығымды түйемін. Кей кездерде оның күнделікті сабақтарын тексеріп қарап, сұраулар беріп, өзімше емтиханды аламын. Сұрауларым әрдайым сабаққа пәлендей қатысы жоқ, кездейсоқ болушы еді. Егер қарындасым жауапты дөп қайтара қалмай қалса, ұрыстың басталғаны. Бірақ амал не, ұрсып айтқан ақылымды күле тыңдап, жөні келсе мазақтап кете беретін. Әсіресе осы бір тілін шығаратын әдетті қайдан тапқанын білмеймін, қанша айтсам да қояр емес. Міне осындай ерке мінездерімен сағындырған сол өжет қарындасым бүгін бір түрлі өзгеріп жат болып кеткен тәрізді. Жүгіріп кеп құшақтай алар деп тұрғанымда, салмақты басып келіп сабырлы амандасуы да ойымдағыдай болып шықпады. Сонда да болса амандықтың соңынан «Қалай оқып жүрсің? Әлі емтихан аламын» деп үлкендік әдетіммен ескертіп қойдым. Ол сәл қызарып кетті де, «Дайынмын аға» деді. Қарындасымның қазіргі жүріс-тұрысы да, сөйлеуі де, тіпті езу тартып күлгені де басқаша. Бойы сұңғақтанып, қара торы ерке жүзі ашаңданған, есейгендік пішін бар, ойнақшып тұратын отты көздері де байсалды, ойлы қарайды. Шолақ мұрынның ұшы үшкілденіп қырлана түсіпті. Жаңадан тіккізген қызылдырап пальтосы да өңіне жарастық беріп тұр. Бір сөзбен айтқанда қарындасым тамаша сұлу қыз болыпты. Қыз деген тез бой жетеді деген апамның талай айтқаны есіме түсті. Бірақ мен оның әсем сұлулығынан гөрі тисе кетуден тайынбайтын ерке қылығын аңсап келген едім ғой. Ойлап қарасам, айтты-айтпады қарындасым бой жететіндей жасқа келіп қалыпты. Енді бір айдан кейін тура 17-ге толады екен. Орта мектепті де биыл бітірмек. Үйге кіріп жайғасып отырған соң да бірнеше рет онымен бұрынғыдай сөйлеспек болып оңтайланып едім, сөзіміз байланыспады. Бұрын қала жайын қайта-қайта сұрап таңырқап қызыға тыңдайтын қарындасым бұл жолы менің жаңалықтарыма да құмартқан жоқ. Тіптен салдарлы. Әр сөзден соң өзімнің сөз жалғап, әр нәрсені сұрай беруме тура келді. Қай институтқа түсуге даярланып жүргендігін сұрағанымда, «Білмеймін, әлі ойланамын», деді ол ашыз езу тартып. Онан соң ойын 2-3 айтты. «Мүмкін ауылда қалармын.
Кешкі астан кейін қарындасым сабаққа даярлану үшін түпкі бөлмеге кетті де, біз апам екеуміз ас бөлмеде шай ішіп оңаша қалғанбыз. Апам алдымен менің институтта хал жағдайымды, оқуымды қашан бітіріп, қайда жұмыс істеуге баратынымды сұрай бастады. Дәл осы жайларды апам бұрында бірнеше рет сұрап, біле тұрса да, бұл жолы әдейі сөз болсын деп отырғаны белгілі еді. Сондықтан бұрын әлденеше айтқанымдай оқуымның бітуіне әлі 2,5 жыл барын, мүмкін болса бітірісімен агроном болып, өзіміздің ауылға келетінімді тағы да айтып бердім. Ауылда болып жатқан жаңалық өзгерістерді де сөз естік. Апамнан естідім. Орта мектепті бітірген біздің ауылдың бірталай жастарын колхоз ауыл шаруашылығының түрлі саласы бойынша мамандар даярлайтын техникалық курстарға, жоғары оқу орындарына түсуге даярлыққа жіберіп жатқан көрінеді. Әлгі Дәукенің баласы Нұрланды білуші ме ең? Аса жақсы білмеймін дедім. Менің сыртта оқығаныма талай жыл болғандықтан, өзімнен соңғы балаларды жақсы білмеуші едім. Осындай демалыстарға келгенімде олар жұмыста болатын. Жасыратыны жоқ, мен де өзімнен кейінгі жастармен танысып, істес болуды ойлаған емеспін. Тек кейбір үлкендердің осы апам атағы Нұрланды мақтағаны есімде. Естуімше ол өткен жылы орта мектепті бітірісімен өзіміздің ауылдағы электр станцияда жұмысқа кірген. 3 айдай монтердің көмекшісі, онан кейін монтер болып істейді дейтін. Нұрлан қазір қайда істейді деп сұрадым. Станциясында тікінек дейме, не деуші еді соның көмекшісі. Жап-жақсы еңбек етіп, табысы да мол, бір үйдің иесі болып қалған баланы колхоз енді 3 жылдық оқуға жібергелі жатыр, деді апам жақтырмаған пішінде. Бет алды оқи бергеннің несі жақсы дейсің? Мен апамның сөз төркінін түсіне қойдым. Ол кісінің ойынша менің ауылға сирек келуім, өткен жаздағы практикамды басқа колхозда өткізуім, далада жүріп жат бауыр болып кеткендіктің салдарынан деуші еді. Көрші кемпірлермен сырласа отырып, «Әй көрші, ананың көңілі балада, баланың көңілі далада» деп, бұрынғылар бекер айтпаған екен деп, талай күрсінгені есімде. Міне Нұрлан туралы сөз қозғағанда, көмейінде осы ойлар жатқан болар деп түйдім. Біреудің баласында не жұмысы бар десеңізші. Оқығаны дұрыс қой апа, деп мен Нұрланға шын тілектес екенімді білдірдім. Жауабым апама ұнамай қалды білем. Бір шыны шайды ішкенше төмен қарап үнсіз отырды. Ескірген бәтес орамалымен тершіген маңдайын сүртті де, үстіңгі жағын қымтап жабылмаған терезеден сырттағы қараңғы түнге қарады. Әлимаға қатты сөз айтып ренжітіп алып жүрме деді әлден уақытта, бағанадан бері айталмай отырған сөздерін түйіндеп. Тосын айтылған бұл сөзге мен не дерімді білмей аңтарылып қалдым. Бұрын қарындасыма ұрысқан кездерімде әсте арамызға түсіп көрмеген. Кей уақытта Әлима жылап мені шағыстырғанда ештеңе етпейді, өз ағаң ғой, сені жаман болсын дейме деп жұбататын. Ал апамның қазіргі сөз сыңайынан Әлимаға алдын ала араша түсіп отырғанын жақсы сездім. Менің ұрысуыма енді жол бермейтіні анық еді. Аз да болса көңілім кірбің алып қалғандай. Қазбалап ештеңені сұраған де жоқпын. Сұрағым да келмеді. Ертеңіне түсте қарындасым мектептен тұнжырап өте көңілсіз қайтты. 10 кластың сабағы ауыр тиіп жүрген болар деп мазалаған жоқпын. Оқу құралдарын қойған жерден өзім барып оның күнделігін тауып алғам. Менің қибылымнан көз алмай отырған Әлима бозарып кетті. «Аға, есінен рұқсат сұрамайсыз ба?» деді салмақпен ақырын ғана. Ыңғайсызданып-ақ қалдым, сыр бермеуге тырысып. «Мен сенің бөтенің емеспін. Рұқсат сұрамау міндет емес» дедім. Мұнан әрі оған еш көңіл аудармастан күнделікті ақтарып қарай бастадым. Жаңа ғана бетіме ызғары тепкен ашуым қайтып еріксіз ризалық білдіруіме тура келді. Күнделіктің алғашқы беттерінен бастап кілең бестік бағалар тізіліпті. Тек бүгін ғана физикадан 3 алған екен. Қарымдасымның жабырқауын осыған болар деп ойладым. «Өзің алтын медальға кандидат екенсің ғой», дедім көңілін ауламақ болып. «Ештеңе етпейді,
бұл бір үш деген немене? Әлимада үн жоқ. Сұп-сұр болып орнынан қозғалмай отыр. Әлгінде көзінен байқалған қалжырау мен шаршағандық мұңға айналыпты. Бірінші бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыздар.